Мози тестораскатка машинкасына видео инструкция. Бұл тестораскатка бізде көлеміне байланысты 3 түрге бөлінеді. 20, 22, 24 болып. Бірақ барлығының инструкциясы бірдей. Бұл модель бізде арнайы рычагпен жүреді. Рычаг дегенім қалың қамырдан бастап ең жұқа қамырға дейін жайып береді. Бізде тестораскатканың насадкасы болады. Насадкасы алынып салынады. Және де сізге кеспені де кесіп береді. Регулировка жасау арқылы паста қамырды да кесіп беретін болады. Енді сіздерге дәл осы машинка арқылы қалай нанды жайып, қалай кесу керектігін толықтай көрсететін боламыз. Сіздерге дәл қазір осы қазір еленген нанды қалай жаю керектігін көрсететін боламын. Бұл жерде рычаг бізде көріп тұрғандарыңызда ең жоғарыға қарап тұру керек. Себебі сіз бұл жерге жұқа қамыр салмайсыз. Қыздар, міне, қамырды дәл осылай қоямыз. Тек бір ғана кнопка арқылы жұмыс жасайды. Қыздар, қараңыздар, сіздерде нан мүлде ұюы қанбаған, сол себептен бұл енді бастапқыда жыртылып, қисық болып шығуы ол норма, қыздар. Сіздер енді бұл нанды ең алдымен дәл осылай ұюын қандырып алсаңыздар да болады, чтобы бір келкі қамырды шығару үшін. Қыздар, қараңыздар, бастапқыда нанды жайған уақытта рычагты мүлдем түсірмеңіз. Неге? Себебі қамыр бір қалыпқа түсу керек. Дәл осы қамырды, қыздар, егерде ұюы қан теп-тегіс болып тұрса, рычаг арқылы, міне, рычагты дәл осылай түсірген кезде қамырыңыз бір тегіс ұзарып бастайды. Резко ең төменіне апарып тастамаңыздар, қыздар. Жаймен де түсіресіздер ғой. Қарашы, сіздерге қалай түсіру керектігін көрсететін боламын. Қыздар, қараңыздар, енді дәл осы қамырды қазір көп қыздар бізде еттің, мантының қамыр деп сұрап жатады ғой. Дәл қазір сіздерге осы қамырды до конца жұқалатып жайып көрсететін боламын. Қыздар, рычагты түсіруді ұмытпаймыз. Рычаг түспейтін болса, қамыр бір қалыпта тұра береді. Тағы да рычагты түсіреміз. Қыздар, енді сіздерге дәл осы жайған қамырды қалай кесу керектігін көрсетемін. Енді бізге кесу үшін ең алдымен осы насадканы қалай кигіземіз. Қыздар, қараңыздар, кигізу өте оңай. Өзінің орны бар насадканың. Одан кейін астында көріп тұрсаңыздар, өзінің ұстағышы бар. Дәл осы насадканы кигізгеннен кейін, қыздар, обязательно дұрыстап құраңыздар, чтобы сыртқа қарай шығып кетпес үшін. Кигізу өте оңай. Міне, екі жағынан бітейміз. Содан кейін, қыздар, бұл жерде бізде регулировка бар. Неге десеңіз, себебі сіз бір ғана насадка арқылы екі түрлі қамыр кесесіз. Ал дәл қазір бізде мына екі болтты көріп тұрғандарыңызда ең қатты, ең тығыз бұрап тастағанбыз. Бұл тығыз бұралған қалпында біз күнделікті сорпаға салатын лапшаны кесетін боламыз. Қазір сіздерге қалай кесетінін толықтай көрсететін боламын. Қыздар, қараңыздар, насадка полный киілді. Енді қамырды кесетін боламыз. Қыздар, қараңыздар, дәл осындай лапша кесіп береді. Бұл лапша бізде 3 миллиметрлік қой. Көрдіңіздер ме? Өте жұқа әрі бір тегіс. Енді сіздерге екінші лапша түрін көрсетемін. Қыздар, ол үшін бізге дәл осы екі болты бар ғой. Регулировка жасау керек. Ол үшін просто тек қана мына болтты осылай кеңейтесіздер. Артық қиындығы жоқ. Осылай кеңейтеміз. Енді сіздерге екінші түрін кесіп көрсететін боламын. Қараңыздар, қыздар, бұл бізде екінші түрі, яғни паста қамырды дәл осылай кесіп аласыздар. Қыздар, бұл бізде лоток, бұл бізде дәл осы машинкаға моторды ұннан қорғау үшін киіледі. Көп қыздар қолданады, ал кейбіреу қолданбайды. Қыздар, енді бұны салу үшін екі жақта болт бар, болтты ажыратасыздар да, осылай машинкаға ыңғайлап кигізіп, қайта болтын бұрап қойсаңыздар болады.